жазған Шайхана әніне қатысты дау тут. Диджей Миран есімді әнші әрі композитор сол әнді былтыр қыздар аятымен жарыққа шығарған. Бір жыл өтер өтпесте Ернар оңай олжа тауып алыпты. Шайхана, әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Қыздар-ай, әсем қыздар-ай, арайлы сұлу қыздар-ай. Әнді рұқсатсыз алған үшін автор арызданып отыр. Шайханам, güzel шайханам, шайханам, güzel шайханам. Қазіргі таңда мынау жас әншілер туралы көп сөз қозғалып жатыр. Әсіресе әндеріне байланысты. Сізге де қатысты бір пікірлерді естігенбіз. Бір әніңіз плагиат болып шықты деп. Ол рас па, рас емес па? Енді плагиат дегенде не десем болады? Ұрлық деп түсінбейік бірден. Себебі мен ойлаймын, ән ұнайды. Мысалға ән ұнайды, бірақ ол әнші шетелде оны онша танымайсың. Оған хабарласайын десең де бір қай жақта екенін де білмейсің. Сол себепті сол әнді алып біз орындаймыз. Бірақ ең бастысы не? Сол әнді қазақ тілінде осы тыңдармандарға жоғары деңгейде жеткізу. Талғат мырза, сізге ешқандай хат түскен жоқ па? Шағым, өйткені сотқа беріп жатамыз, сотқа береміз деген сөздерді естідік Ернарды. Ол шағым түскенде кішкене балдардың енді қалай айтқанда түсінбеушілік болды ғой жерде. Мысалы үшін ол жерде бір қателік бізден де кетті. Авторынан сұрамадық ол әнді. Былай айта салдық, ол жерден де көп бүйтіп ортада бір кісі бар еді, сол ойбай мен өйтем деді да, сонымен ән шығып, ана кісі енді ол, конечно, ол кісінің өзін жекеменшік дүниесі ғой, былай айтқанда өзін. Сол ренжіп неған кезде ана ортада мен өйтіп айтам деген кісі жоқ болып кетті. Соны амалды жодан енді өзім телефонын алып соғып, енді мен ол үлкен авторынан кешірім сұрадым. Негізі ол сотқа беремін деген бала басқа бір бала. Ол бала мен алдыма кешірім сұрап келді. Мен айттым, мен олай қайталанбасын. Інім деп айтпай қойын, өзімен қатар жазды. Олай қайталанбас, ол дұрыс емес, ол бір сотқа берген ол. Одан да берсең, бер онда сотқа. Берсек, аяқ жағын не аламыз? Аяқ жағы төлейтін жаңағы штрафын төлейміз. Әбден болмаса отырып шығамыз, басқа не істейміз деген. Сонда тоғы тұрып әңгіме болады. Басқа қайға барасың? Шайханам, менің шайханам, шайханам, güzel шайханам.